30 жыл дәрігер болып істедім, өзім акцияда болып істедім. Бармаған жерім жоқ. Түйенің сүтімен зәбірге барып оралдым. Ішпеген шөбім жоқ. 5-6 больницаға жаттым. Порталмен жата берем. Ешқандай результат жоқ. 20 жыл ауырдым. Полинейропатия деп қойдым оған. Дәріден уланғасын деп жаңағы. Бірақ өзім осында сенің неңді тыңдап, мұздай суды қиясап сөйтіп жүрдім. Физкультура жасаймын, мынандай сіздің көрсеткен приседанияны 500 рет жасаймын. Міне қандай 500 рет жасаймын. Соның арқасында жүрім ғой деп ойлаймын. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өздігіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыз, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері, 90 шағымның біз жұлдыздарымен таныстырамыз. Өйткені жұлдыз деген кім дегенде соңына дейін жеткен, білімді алған, енді сол біліммен сол пейілін елге айтайын деген ағайындар шақырып отырып, соның бір Қарашаш апайымыз, мен атына қарап та ойлағам, осы Қарашаштың кесенесіне барғанбыз, сол кісінің бірдемесі бар ғой деп. Домалақ ананың тұқымын дейді, бата беруге келейін дейді. Алдымен өзіңіз қалай келдіңіз бұндан, ақ келдіңіз, не ұнады? Келген себебім келінімді үгіттебім, ақшам жоқ, анау жоқ, уақытым жоқ, келе алмай қалды. Қызы Ренал деген аурумен ауыратын, ол да келе алмай қалды. Қанша үгіттеді. Мына ақпемді үгіттеп бір жерге барып ең ниетімен бұл келді, мен тыңдап, ақпемді сүйреп келдім. Әбусара деген ақпемде. Содан 30 жыл дәрігер болып істедім, өзім акцияда болып істедім. Бармаған жерім жоқ. 5-6 жерге жаттым. Неврологияға да жаттым, клиникаға да қаралдым. Түйенің сүтімен зәбірге барып оралдым. Ішпеген шөбім жоқ. 5-6 больницаға жаттым. Порталмен жата берем. Ешқандай результат жоқ. Бірақ өзім осында сенің неңді тыңдап, 6 ай болды ма, 8 ай болды ма, қаншаға кірендім, мұздай суды қиясап сөйтіп жүрдім. Күніне 1 рет. Оны аяғым суық, 3 рет жуам аяғымды. Мен 2 рет қиятын болдым. Сол дәріні іше беремін, доктордың берген әйтеуір жаңағы. Уланғансыз ғой білем. Диета ұстаймын. 20 жыл ауырдым, полинейропатия деп қойдым оған. Дәріден уланғасын деп жаңағы. Естіп ме? Жаман дәрілерді ішер ғой. Соны инсулин алатын етеді. Сол осы келген 12-ден көтерілсем түсіріп, содан ретке бір 10 тамызға дейін өзімді ұстаймын ғой енді. Диета сақтаймын, ішпеймін, іштемей. Ораза ұстадым анада. Сөйтіп әте өзімді ұстап, физкультура жасаймын, мынандай сіздің көрсеткен приседанияны 500 рет жасаймын. Міне қандай 500 рет жасаймын. Соның арқасында жүрім ғой деп ойлаймын. Әкем 88-ге өлді. Інісі 87-ге келді. Бір әкпем 88-ге келді, оның кейінгі әкпем 86-ға келді. Далға жетені дейді, осы аға өсіреді. Бір әкпем 56-сында өлді, мына Қырғызстанға тиеледі, осы жерді жаңа арақты шет ғой, содан да 25-тен өзді. Содан көзі соқыр, әкем соқыр болып қалды, әкпем соқыр болды. Короче, мына әкпемнің бір көзінде линза бар. Содан кейін енді ойладым, өшет мені кетті, мен де соқыр болам дедім. 600 мың теңгемді беріп, Жамбылға барып операция жасата салдым. Мына сол сұп маған сұяққа жасады. Алматың құрсы сенің деп жаңағы. Сосын бұл Алматыға қанша қаралам 15 мың, 20 мың, 30 мың беріп қанша ақша құйдым сол жерде. Результат жоқ енді. Операция жасап беріңдерші, сен дайын емес, көзіңіз дайын емес. Мына кісі айтты, Глазунов деген орыс бар екен, 57 деп. Айбат жасайды. Соған қызы бар, мына кісі гипнотерапияға апарады, мені жаңағы неге апарады. Сөйлеген бір көзіме жасады. Сүрген, вторник, четверг жасайды екен. Енді анализіміз 10 күнге жарайды. Сразу екінші көзіме жасап берді деген. Ой, молодецсіз ғой деді, екінші көзіме жасап берді. Оны бүйтіп алдынан жасады. Өйткені мына 2 рет сетчатка вирусқа 2 рет операция жасады. Оны алдынан жасаймыз деді. Соны наркоз не берді мынандай, обезболивающий. Соны кейін арақ ішесіз деді. Ойбай, мен оның дәмін де білмеймін дедім. Десем, әсер етпей жатыр ғой наркоз, немене деп сөйтті. Тағы біреуін сал деді. Тағы біреуін сал, сен мына көзінде мына неге сұрадым мен, қалай жасадыңыздар деп. Анандай тектай қарашып тұр ғой ішінде. Соған ана нені некелеп керіп тастайды, көзін жыбырлатамайсың. Керіп неғып тастайды былай ненің бар. Соны кейін ана ерден тұғанды да деді, ана қарашықтың стекловидный тело несін.
іріктеп сонда жуып тастаймыз да. Жаңағы американский иолды қоя. Қандай қоясыз? 300 мың болып берді. Қымбаттап кеткен ол бізде. 120 мың жасатты. Содан кейін оны жасады, содан кейін Қарашығын ауыстырып берді ғой. Иә, жоқ қарашы орында, ал артындағы сипалайды содан кейін мына жағынан алдынан укол саламыз, ертең етін операция жасаған аяғына. Содан кейін ол ауырды, кішкене деді, ауырды, содан кейін жаңағы өзім біліп жатырмын ана, неменен лазермен жуып, бұлай сулар ағып жатыр, соны жуып. Содан кейін жаңағы американский иол деген нені қойып берді, екі көзіме де. Енді бұны қашан ауыстырам ба, не қылам деймін, жоқ, сен өмір бақи осымен кетеді, өзің вечный өзіңіздің өміріңізбен бірге кетеді деп сөйтті. Сол екі көзімді не тұр, линза тұр. Шардай көріп тұр, жақсы. Көреді деді, жалыбы жоқ, көреді. Енді көрмей кетесі жасадым. Содан Жасады. бұнда келгенден бері қалай, өзіңіз денсаулығыңыз қалай? Дәріден тазаланып жатсыз ба? Иә, бұлай не әсер бар, аяғын вообще басамайтын, басып жүріп. Жасыңыз? 13 бала таптым. Бәрін оқыттым, есеп біреу ғана оқымай қойды, о да жақсы оқыды. Қызым Астанада, неде, Қазнайрызда Казгуды бітірген. Мұнан кейінгі үлкен ол жақара жұмыс істейді ол. Үшіншісі прокуратураны бітірген, төртіншісі архитектураны бітірген. Ана екеуі де жұмыс істемейді. Дана үшінші балам мықты енді. Жақсы апай, осынша баланы өмірге әкеліп, енді оның қызығын көрігі. Немерелер бар. Басты істейді, ол кәрдекетте. Ана үшінші балам басты істету керек деп, газон, байлардың газондарын етеді. 7 миллион, 5 миллион, 1 миллион, 3 миллион сондайға дейін табады. Менен одан тоқтап қалма дедім ме? Мынау қандай заман болып кетеді? Мен өзім де жел сатқан Астанада. Балаларымды оқыттым ғой бүйтіп тұрып. Я, о, тіл байлығым, коммерсанттығым сұмдық енді. Енді мұнаны айтып келіндерге айтам енді, алып кесе алды біреусі жаңа қолында келін. Білмеймін енді айтып көремін жаңағы. Не, блогерлік нелердің бәрі. Жасаңыз, 84-тегі өзбектің апасын ғана көрдім. Айран, тамақ, өзбектің тамағын пісіріп насихаттап, блогер болып. Тамақ саттым жолда. Енді сол Инстаграм ашасыз, ТикТок ашасыз, сіздің тіл байлығыңыз жетеді, сол арқылы мына салауатты өмір салтын насихаттайсыз. Өзіңіз акушер болған, сіздің сөзіңіз өтеді, солай ғой. 13 бала тапқан. Міне әпкеміздің өмір бойы еңбектенген, ұрпақ үшін еңбектеген, осынша ұрпаққа келген. Енді әлі күнге берілмей, айтады, 90-100 жасты емін-еркін. Ортаншы балам айтты. Ой, бармайық қой, немене сенесің соған? Аферист. Өз балам өзім айтады. Жаба өзіңді кәфір. Сен көзің жоқ па? Сенің уақытың жоқ оны қарауға. Мен 2 жыл болды қарап келе жатырмын. Ақымақ емеспін ғой. Иә, бәрін түсінемін, мен бәрін етем деп. Сонда үлкен баламды туғанда, мынандай бір өлең шығарам, өлең шығаратын алдай газеттерге. Ата сән мен, ақ көңілмен, анатын, арманым мол, қомдап шар қанатын. О, аналар көңілдерің дархан ғой, сенің туған қашаннан ағараттым. Анаты мен жалындаймын, жанамын, аралдында серттен қалай танамын. Бақыттымын деп әлемге жар салам, сен де бүгін жас сәбиге анасың, анамын деп, мен де бүгін жар. Ой, өлеңіңіз өте тастайсыз. Ал енді жаңа айттыңыз ғой, домалақ ананың ұрпағын деп бата беріп жүріңіз. Батамды бере салайын баласына. Батиесі бар Құдай, жалынғанға жар Құдай, тілегеніңді бер Құдай. Сауысқандай сылтылдап, бөденедей бұлтылдап, қызыр келіп дарғай, алтыннан болсын жағаң, күмістен болсын тағаң. Бұрама күміс сом алтын, саған көптік етпесін, тәңір берген нәсібен тепкілесен кетпесін. Ля илаха илалла Мұхаммад Расулаллах. Айтқаныңыз бәрі орындалсын. Міне осындай қасиетті домалақ ананың бүгінгі ұрпағы. Осы берілген бата бәріңізге жұғысты болсын деп тілеймін. Отырған қарауылған. Әкпем айтым, жанып тұрған бал екен, алдынан жарыға, менен 11 жасқа шекен, молодец екен деп. Бақтап жаттық сен. Рахмет, рахмет. Міне, апай, енді бала шағаңыздың 13 бала дүниеге әкелдіңіз, соның қызығын. 8 өлді оның, 5 бар. Енді 5 болса да, одан тараған ұрпақ бар ғой. Немерелер бар, шөбере, шөпшеп көріп. Бір шөбере.
соның Екі немере. қызығын көріп ұзақ өмір сүрсін деп осындай Әпкемнің 19 немересі бар. 13 шөбересі. осындай дана анамызға лайк қойып комментарий қойып тарата жүріңіздер. Осы аналарымыздың көңіл күйі жақсы болса, халқымыздың көңіл күйі жақсы болады. Дұрыс айтасыз. Рахмет әпке.